Армысыздар, құрметті өнерсүйер қауым. Ақпараттық бейнеролигімізді Фариза Оңғарсынованың өлеңімен бастайық. Түрінай текеметтің асылғандай, үңілдім үнсіз ғана басымдалмай. Келе ғой қошақаным өзіме деп, әжем кеп, сипағандай шашыма жай. Күйімді кешсеңдер-ау сол беттегі, тұрғандай ана көңіл тербеп мені. Жан бітіп жайраңдады жан-жағымнан, қазақтың қошқар мүйіз өрнектері. Ою қазақ тарихының бір бөлігі. Қазақ халқының ұлттық ою өрнектері туралы ақпараттық бейнеролигімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Қазақтың ұлттық ою өрнегі қазақ жері мекендеген көшпелі тайпалар өнері әсерімен ғасырлар бойы қалыптасып, белгілі бір жүйеге келген ою өрнек түрлері. Қазақ оюы, қазақтың ою өрнегі, үй жиһаздарын, сәндік, тұрмыстық бұйымдар мен киімдерді нақыштап безендіруге қолданылатын өрнектер. Қошқар мүйіз 4 тармақтан құралып, ортасы айқыш тәрізді болып келеді. 4 құлақ өрнегі кебеже, жүк аяқтарды безендіруге кеңінен қолданылады.